Бұл 96-ға келгісі. Кім? Тыныбай. Ал Тыныбай мешіті ғой мына Семейдегі. Қай жылы салынған бұл мешіт? 1836. 1836 жылы салынған дейді. Қазір мен мынаны былай. Сөйтіп ал да, соңын ананы тарта саласың. Ана архивтен алынған еді. Кеше біз алғанда Қараңыздар мына. Сыртында түсіріп алдың ба ол? Қазір сыртынан түсірем. Мына жерде Алматыдан мен 2 уақыт тұрдым. Мен ана жолы ағаш мешітке мен өзекші болып келген мен брат. Ағаш мешітке. Керемет сапалы анау не ғой? Вытяжка. Көрдіңіздер ме вытяжканы? Мына керемет. Ана кешегі ағаш мешіттен де ерте салынған екен. Мына жерде Абай атамыз, Шәкәрім атамыз осы мешіттерде оққан екен. Бүкіл Алаш ордасының билеген бастаған жігіттер, Әлихан Бөкейхан, Міржақып Дулатов, Ыбырай Алтынсарин деген сияқты азаматтар осы жерде. Мұстафа Шоқай деген сияқты осы жерде намаз оқыған кісілер. Қазір екінші этаж түсіріп көрейін. Керемет сапада жасаған екен. Керемет сапада жасаған. Бұрынғы есіктер ғой енді салынған. Бүгін 26 мамыр. Осы мешітке жұма намазына келдік. 2023 жыл. Семей қаласы. Мен мына стек нелерін жасағанғаш. Кезінде қалай жасаған, Міне. Тура темірді ойып тұрып, ойылап тұрып жасаған да. Қараңыздар, су ағатын ғой мынау. Ал енді мынаны оқи алсаңыздар, оқып алыңыздар. Ана дәрет алатын жерлері. Өзде маңда. Керемет сен жаңа намаз оқып шықтық. Өте керемет. Ауыр асқандай жақсы. Міне кеше бір көк мешітті түсірдік, ағаш мешітті, мына мешітті түсірдік міне. Тамаша. Жұма мүбәрәк болсын.